Where's all my people? All men arriba. No one is safe cause I'm not here to stay, but for now can you feel that? I see a girl, I'm a gorilla. She called me King Kong like gorilla. Russian dance on your Megillah. The song is full of positiva. Gypsies are dead is the land of the killers. We all play a game where the rich are the villains, but we rather be villain and live in a villa, cause villains also like to live красиво. Lada Kalina, Quinoa from Lima. Сәлем достар, қалайсыздар? Комментарийді оқып отырсам, қолдаушыларым көп екен. Сіздерге үлкен рахмет. Бірақ арасынан қарап отырсам, Mercedes пен BMW-ні көбісі жақсы көреді екен. Mercedes пен BMW-ні әлі де Алла қаласа әлі алда түсіретін боламыз. Бірақ бүгін бізде Mercedes емес, көріп тұрғандарыңыздай Lada Kalina. Көреміз. Live красиво. Lada Kalina, Quinoa from Lima. I call me hipster, but they call me Dima. Here come the idols, love or despisers. Достар, бүгін бізде Lada Kalina 2, біріншісі емес, екісі. Lada Kalina 2-сі бұл екіге бөлінеді. 2192, 2194, 2192 хэтчбек, 2194 универсалы. Бүгін бізде 2192 хэтчбегі. Негізі бұл көлікті жас жігіттер мінетін болса, толық тонировка. Қазір автобас мына 15-ші дискімен шығарыпты Lada Kalinаны. Бұрын ана Priora Grandаларда 15-ші диск болмайтын. Ол жерде 14-ші диск болатын, кейіннен сатып алғанда өз жігіттер, жас жігіттер 15-16-ші дискін сатып алатын. Әдемілік үшін де және үлкен. Lada Kaliнаның жетістігі 15-ші көлемде диск салыпты. Тағы бір айтатын болсақ, жас жігіттерге бұны сразу көлікті төмендету керек. Толық тонировка және де музыка. Автоваз музыкасыз ол болмайды. Достар, багажын көрейік, қанша литр екені. Бұл жерде өткен ана Дастерді айтып едім ғой, мына жерін неге толық жаппаған, ана скорый уаздардық сияқты жартылай жауып, жартылай жаппаған деп. Бұл жерде міне ресейлік көлік болса да толығымен жапқан пластмассамен. Дастерде ең минусы сол, ол жерде осылай жартылай жапқаннан кейін ғана онан кузов жаңағы бояулары ұшып кеткен заттар тиеді, анау-мынау. Міне осылай жасау керек, жасағасын толығымен аямай. Бұл жерде багажы 240 литр дегенмен аздау, бірақ хэтчбекке болады. Егер артқы орындықтарды алдыға жазатын болсақ, онда сізге 550 литр пайда болады. Бұл жерде пластмасты полкасы екен. Бұл полканың негізінде осы ваздың қайсысы ваз болсын, полкаларды пластмасты көбісі ағашқа ауыстырып жатады, өйткені бұл полкасы өте сықырлауға бейім. Ол жерде енді қарап отырсақ, мына кезде өрт сөндіргіш және аптечка, аварийный знак, осындай қосымша бөлшектері бар заттар. Одан кейін қазір мынаны орнына қойып жіберейік. Одан кейін багажды көретін болсақ, қосымша запас дөңгелегі бар. Хэтчбекке қалай сыйған екен, 15-ші размерлі. Қосымша домкрат, қосымша заттары. Екі жағында ешқандай қалташалары жоқ. Және де мына бір жерінде шамы бар екен. Бұлайша болады хэтчбек. Достар, капотты ашып, қозғалтқыш көлемін көрейік. Қандай қозғалтқыш тұр? 1.6, 16 клапан, 98 аттың күші бар қозғалтқыш тұр. Бұрынғы Priora'ның 2013-ке дейінгі тұрған қозғалтқыштары, осы Kalinalarda да 15-те сол қозғалтқыштар әлі қойылған екен. Қазір Priora'ларда 14-тен бастап уже жаңа қозғалтқыш кетті ғой. Бұл 126-шы қозғалтқыш автовазда. Егерде ремен үзілетін болса, ГРМ-нің ол бүкіл клапандардан майыстырады. Сол себепті уақытылы ауыстырып отыру керек. 30 мыңнан асқан уақытта оны айырбастау қажет. Ал егер 127-ші қозғалтқыш болатын болса, ол кезде сізге ремен үзілсе, клапандарды ешқандай майыстырып кетпейді, ештеңе етпейді. Минус сол бұл жерде. Одан кейін дроссельный заслонка дейді мынау. Осы бұл жерде бізде электронный. Бұны E-газ деп айтамыз. Ярче и громче. Ярче и громче. Ярче и громче. Это автоазарт. Ярче и громче. Бұл жерде E-газ дейді. Бұрын троспен болатын болса, қазір электронды. Оның бір кемшілігі бар, электронный газдың. Ол көлік тартпайды, ойланып алады. Ол үшін қазірде біз компьютермен прошивкалар бар. Прошивка жасап, E-газды алып тастауға болады.
E-газды алып тастасаңыз көлігіңіз шамалы жеңіл жүрген өзіңіз сезетін боласыз. Осындай артықшылықтары бар енді. Жүрісін де көреміз. Еңбектеп, еңбектенем теген кемеймін. Өзгелердің өзге сөздерінен өзгермеймін. Көзге көрінген алтынды барып көздемеймін. Өзіме тиесілін аламын да үндемеймін. Арманыма жеттім арманды, тағы бар әлі алдымда. Рахаттаным әуен жазғанда, мен өзім ұнайтынды жасаймын дей адамды. Болса да қиын қадамдар, төзе біл қарсы сынаққа, орындалсын армандар. Достар, салонына да отырдық. Бұл енді автоваз болғаннан кейін мына пластиктер туралы, арзан пластиктер туралы бүгін айтпаймыз. Қанша сықырласын, бұл автоваз бәрібір. Маған бірақ автовазда осы приораларда, осындай калиналарда маған бірден ұнайтыны мына магнитофоны экранымен. Маған ұнайды, әдемі көрінеді, блютузы да бар, флешка да саласыз. Одан кейін кондиционер бар. Сосын антизанос бар екен бұда. Антизанос негізі көп көліктерде бола бермейді, Қазақстанда құрастырылған ваздарда. Көбінен Ресейде құрастырылатын осы автоваздарда көбінде болады. Приорада болсын, Грантасында болсын, антизанос ресейлік болатын болса, Ресейден алынған болса, Қазақстаннан құрастырылған болса болмайды, Ресейден әкелінген болатын болса болады. Тағы бір автоваздың жақсы жері адамы ыңғайлы, Рено сияқты ыңғайсыз қылып жасамаған. Бұл жерде алдыңғы 2 орындық жылытқыш бар, міне. Жүргізуші жолаушыныкында өзінікінде қосып сөндіре береді. Мына жақтан қосып сөндірмейді оны. Одан кейін бізде беріліс қорабы автомат. Автовазда автомат, бұл 4 сатылы автомат, жатка деген жапондық көліктерде болады. Бұл Nissanнан беріліс қорабы жатка деген. Бұл қазір алып тастады, бұл қорапты да. Қазір калиналарда осы 18-де шықты, автомат емес. Ол жерде робот. Қазір неге екенін білмеймін, автоматты алып тастады. Негізі автомат жақсы, бірақ бұл автомат 4 сатылы ғана. Бірақ автовазға 4 сатылы да жетеді. Бұл жерде люкс комплектация болғаннан кейін сізде қосып сөндіретін шамдарды бұл жерде автоматтық режимі де бар. Бұл тек қана люкстарында ғана болады. Оны қосып қойсаңыз, күндіз өзі сөніп жүреді, қараңғы түсе бастаған кезде өзі автомат түрде қосылады. Одан кейін сіздерде толық электропакет, толығымен бұл артқы жолаушылардікі де және де терезені, есіктерді құлыптап қоятын батырмалары. Одан кейін міне айна реттегіштері, 2 айна реттегіштері жақсы ыңғайлы жерге қойылған. Анау люкс еместерінде ең ұнамайтыны маған механикалық түрде бүйтіп қолмен реттейсіз. 90-шы жылдардағы Жигулитікін реттегендей. Осындай қылып шығару керек қой, қандай комплектация болса да. Арты жақсы, кең, приораға қарағанда өте жақсы. Міне төбеңізде тимейді. Ең бастысы мына тізе түймеу ғой. Жүргізушімен ешқандай жағаласып өйтіп отырмайсыз. Маған ұнады. Кең. Бірақ минусы мына жерінде шам жоқ артқы жолаушыларда. Люкс шам жоқ сізде. Арты өте қараңғыда ыңғайсыз болады, сізге заттарды қойып түсіретін болсаңыз. Одан кейін сізде люкс шынтақ тірегішті берген жоқ жүргізушіде. Көрсетші. Шынтақ тірегіш жоқ сіздерде. Одан кейін колонкалар мына жерге орналастырған екен, есікке артқа. Неге десеңіз, ыңғайлы жерге орналастырған, жолаушылардың құлағынан қоймай. Жақсы, ол кезде бірақ енді полка тұр ғой, жақсы істелген, миды ашытып жібермейді. Достар, бардачогын көрсетіп жіберейін. Жақсы. Қағаз дәптерлерді қоюға үстінде бір полкасы бар, астында тағы заттарыңызды салып қоясыз. Тағы да бұл жерде сізде 2 қауіпсіздік жастығы бар. Сізде жолаушыда негізі мен автоваздың автомат коробкасында беріліс қораптарын айдап көрген емеспін. Қазір айдап көретін боламыз. Қаншалықты дамығанын көрейік. Бұл көлік бар болғаны 39.592 шақырым жүрген екен. Қазіргі таңда 2015 жыл көлік 4 жылда. Одан кейін тағы бір жақсы жері, бізде гур емес, гур жоқ. Бұл жерде уже электроусилитель эур дейді. Жақсы, өте жеңіл рөлі. Сізге жақсы бағынады. Беріліс қорабын көрейік. Одан кейін сізде мынау алдыңғы терезеңізде спиральдар бар. Мұз, қар
мұз қатып қалған кезде соны қосып қойсаңыз тез еріп кетеді. АвтоВАЗдың алатын болсаңыздар, егер де жаңа бір жаңа көлік деп алатын болсаңыздар, АвтоВАЗ әлі автоматқа дамымаған әлі де. Бұл жапондық автомат Nissan'дарда қойылатын, бұл қазір жоқ қазіргі таңда. Қазір тек қана робот. Ол роботты алуға ешкімге кеңес бермеймін. Әрине ол тек қана қала ішінде әйел адамдар, қыздар жүретін болса робот болады. Бірақ робот шамалы механикаға жақындау болғаннан кейін автомат мініп жүрген адамдар беріс қорабын қиындау болады роботқа отырғаны. Роботқа шамалы күтім керек. Бұған дейін көліктің иесінің айтуынша еш нәрсе істелмеген, салоннан алған екен. Бұл көліктің тартысын көрейік қазір. Жоқ, автоматты жақсы салынады екен. Ешқандай бір қатты жұлқып, ондай жоқ. Евро 2-ге ауыстыратын болсаңыз, E-газды алып тастайтын болсаңыз, бәсеңдеткішін ауыстырсаңыз, толығымен полк деген бар қазір. 4-2, 1, 4-1 деген. Онда сіздің көлігіңіз достар, тағы бір нәрсе ұмытып кеткенім АвтоВАЗда. Егер бензин керек болатын болса, сізде, егер көлік далада тұратын болса, емін-еркін ашасыз да, мынаны ашасыз да. Бензинді оңай алып кете бересіз. Ебануться, кто это создал, бля? Сен ашылмай сырттан ашыла береді. Бұл ең басты минусы ғой АвтоВАЗдың өзі. Минус көп қой жалпы АвтоВАЗда. Бірақ қарашы қандай әдемі домалақ қылып орналастырып қойған. Достар, бүгінге осымен тест-драйвымыз аяқталды. Не ойлайсыздар жалпы АвтоВАЗ жайлы? Бірақ көбісі ойлайды, мынандай салдырлаған Ресейдің көліктерін алғанша, одан да бір ескі Мерс BMW алғанымыз артық деп. Енді әркім әрқалай ойлайды. Бірақ енді мен өз басым негізі жаңа көліктерге жақын жүргенді жақсы көрем. Ескі 18 жылғы, 20 жылғы неміс көліктерінен Мерседес болсын, BMW болсын, оларға қарағанда мен жаңа көліктерге жүрген өз басым жақсы көрем. Енді сіздер не ойлайсыздар, комментке жазып кетіңіздер астыға. Одан кейін достар, қиын емес қой, осыны сілтемесін, мен видеоларым сілтемесін достарыңызға таратып, шамалы каналға үлестеріңізді қосыңыздар дамуға. Сіздерге рахмет. Сіздермен қоштаспаймыз. Келесі көріскенше. Қандай қимыл мынау, не айтады мына бала? Жабайы ғой расында өскен жері дала. Мамандығы әнші емес, мүлдем басқа сала. Кім не десе де мейлі. Естігенмін, естіп келем әлі.